Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздерге көпшіліктің сұрауы бойынша вупи-пай тортының пісірілу жолын көрсетеміз. Бұған керек заттар: 240 грамм Қазақстан шоколады, 160 граммы тестісіне, қалған 80 граммы глазуріне, сары май 80 грамм, қант 150 грамм, жұмыртқа 4 дана, қамыр қопсытқыш 10 грамм, какао ұнтағы 20 грамм, және де ұн 200 грамм. Вупи-пай тортының креміне кететін заттар: маскарпоне сливочный сыр 250 грамм, сливки 500 грамм, қант ұнтағы 200 грамм. Ендеше тортымызды бастайық. Ең алдымен буда 160 грамм шоколадымызбен 80 грамм сары майымызды ертіп аламыз. Астына темір ыдыста су қайнатып, үстіне шөлмек ыдыспен осылай шоколадымызды ертіп алсақ болады. Шоколадымыз бен майымызды араластырып тұрамыз. Әбден ерігенше күтеміз. Ішінде ірі шоколадтар қалмау керек, барлығы толығымен еру керек. Мінекей, шоколадымыз бен сары майымыз араласты, әбден бірікті. Енді газымызды өшіріп, шоколадымызды суытып қоямыз. Енді шоколадымыз бен сары майымыз суығанша құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз бөлек ыдысқа. Барлығын елгезерден өткіземіз. 200 грамм ұнымызды саламыз. Какао ұнтағын саламыз. Және қамыр қопсытқышымызды саламыз. 10 грамм. Барлығын жақсылап елгезерден өткіземіз. Осындай ұнтақтары қалып қоймас үшін елгезерден өткізген дұрыс. Барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі болғанша. Енді миксермен 4 жұмыртқамызбен шекерімізді араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен шекерімізді 2 есеге көтерілгенше араластырамыз. Мінекей, жұмыртқамыз бен шекеріміз 2 есеге ұлғайды. Енді осыған жаңағы шоколад пен сары майымызды араластырамыз. Шоколадымыз бен майымыз суыды. Миксерімізді қосып, шоколадымызды құямыз. Әбден араласқасын, құрғақ қоспамызды қосамыз. Енді миксерлейміз. Көп араластырудың керегі жоқ. Біркелкі болып араласқасын тоқтатамыз. Міне, осындай қою болу керек. Мынандай 23 диаметрлік формамызды алып, пергамент қағазына шеңбер сызамыз.
Мінекей осындай шеңбер сызамыз. Теріс бетіне қаратамыз. Енді осыған тестамыздан құямыз. Екі қасық құйып, мен тағы бір қасық қоссам да болады. Тестамызды 4 бөлікке бөліп, осылай пергамент қағазына жаямыз. Жаңағы шеңберден шықпау керек. Бетін тегістеп жаямыз. Төрт коржымызды осылай дайындап аламыз. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қойдық. 190 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Он минут уақыт өтті. Енді коржымызды қараймыз. Мінекей тазалағышты тығып қараймыз. Құрғақ болса, онда піскен. Осылай қалған 3 коржды пісіріп аламыз. Менде азғантай тесті қалды. Соны тортымыздың бетін әсемдеу үшін кішкентай диаметрлі шеңберлер сызып алып, соған тестімізді құйып печеньелер пісіреміз. Мінекей осыны да корждарымыз піскеннен кейін 10 минутта пісіріп аламыз. Енді корждарымыз пісіп жатқан кезде уақытты босқа жібермей кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 250 грамм маскарпоне, 200 грамм қант ұнтағын араластырамыз. Жай жылдамдықта араластырамыз, біркелкі болғанша. Көп араластырмаймыз, тек біркелкі болғанда тоқтатамыз. Үстіне 500 грамм, 500 мл сливкемізді құямыз. Сливкеде, маскарпонеде алдын ала салқындатылған болу керек. Мынандай өлшемі бар. Әдіспен 500 мл өлшеп аламыз. Сливкеде алдын ала қолданбас бұрын жақсылап шайқаған дұрыс. Мінекей креміміз қоюланды. Осы кезде тоқтатамыз. Көп араластырып керек емес. Қасықтан түспеу керек, осындай қою болады. Енді тортымызды біріктіреміз. Кремін жағып. Кондитерлік мешогымызды дайындап аламыз да. Енді коржымызды ақырындап аламыз.
үстіне келесісін ақырындап қоямыз. Шоколадты глазурымыз дайын. 50 грамм сливкиімізбен 80 грамм шоколадымызды ертіп, әбден суыттық. Енді тортымыздың бетіне құямыз. Бар жеріне жайып шығамыз. Алдын ала дайындаған печеньемізге ортасына крем жағып біріктіреміз. Екеуін қосамыз. Қалған екеуін де солай біріктіреміз. Ортасынан бөлеміз. Тортымыздың үстіне қалауыңызша сәндейсіз. Тортымызды кесіп көрсетейін. Тортымыз өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді. Тортты өзіңіздің қалауыңызша осындай қылып, немесе мынандай қылып та әрлесеңіз болады. Печенье қоймай, әртүрлі присыпкалар сепсеңіз де болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.